Баршаңызға сәлем достар, менің арнама қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен өте ерекше болып дайындалатын тайқуырдақ деп аталатын тағамды әзірлейтін боламыз. Видеоны соңына дейін тамашалаңыздар. Бізге ең алдымен ет қажет болады. Өз қалауыңыз бойынша етті таңдап алып, кубик-кубик етіп, кішкене қылып турап шығамыз да, және екінші бізге пиязды да турап алатын боламыз. Келесі кезекте біз картоптарымызды жақсылап аршып алып, осылай тазалап жуып шайып, кубик-кубик етіп, кішкентай қылып, дәл видеода көрсетілгендей етіп кесіп шығатын боламыз. Енді біз қуыратын ыдысымызға көп мөлшерде осылай майымызды құйып аламыз да, жақсылап қыздырып алып, жаңағы кесіліп алған картоптарымызды осылай салып, біртіндеп қызарта отыра жақсылап қуырып аламыз. Міне біздің картоптарымыз осылай қызара бастаған кезінде, осылай барлығын майдан сүзіп аламыз. Енді келесі кезекте біз табамызды алып, кішкене май құямыз да, етімізді алып, барлығын салып алып, қызартып, осылай қуыратын боламыз. Етті жақсылап қызартып қуырып алғаннан кейін, оның үстінен пиязымызды салып, оны да қызартып қуырып аламыз. Енді біз дәміне қарай тұз бұрышын салып аламыз. Келесі кезекте қызартып қуырып алған картоптарымызды салып, барлығын жақсылап араластырып аламыз да, кішкене ғана 10-15 минуттай қойып, бетін жауып қоямыз да, кішкене уақытқа қойып қоямыз. Өте оңай, жеңіл дайындалады, және де дәмі өте дәмді болып шығады. Міне біздің тағамымыз осылай тез дайындалып пісіп шықты. Осылай алып тарелкамызға салып аламыз да, әсемдік мақсатта осылай пиязды дөңгелектеп бетіне қойып шығамыз. Достар, егер де менің видеом сізге ұнаған болса, каналыма жазылып, лайк басып, комментарий қалдырып, мені қолдап кетіңіздер. Сіздерге рахмет.